Сәлем достар, қайтыңдар. Біз бүгін дәмді чебуреки жасайтын боламыз. Рецептің толық құрамын описаниеде қараңыз. Ең алдымен ұнға сұйық май мен тұзды саламыз. Содан соң қайнап тұрған суды аз-аздан құямыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазсаңыз, қуанып қаламын. Жақсылап тұрып қамырды еліп аламыз. Жұмсақ қамырды 30 минутқа салфанға салып қоямыз. Енді чебурекидің салмасын дайындайтын боламыз. Тартылған етке жуа тұз бұрыш саламыз. Начинкадағы ең маңыздысы су. Суды фаршқа құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Тыныққан қамырды бірдей бөлікке бөлеміз. Егер де сіздер қонақтарға жасайтын болсаңыздар, бөліктерді 20 грамм жасайсыз. Егер де өзіңізге жасайтын болсаңыз, 40 грамм. Ас болсын, достар.